Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен әдемі әрі өте дәмді болып шығатын тауық аяқтарын пісіретін боламыз. Бұл рецепті бұрыннан өзім жасаймын. Балаларыма да ұнайды. Видеода көрсетілгендей арасы толық пісіп шығады. Осы рецептпен дайындауға кеңес беремін. Тауық қанаттарын дайындау үшін алдымен тауық қанаттарын жақсылап жуып аламыз. Және де бізге керек заттарымыз бұл жерде қызыл паприка, қара бұрыш, тұз, томат пастасы және майонез. Тауығымызды жақсылап жуып болған соң артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Яғни қанаттың ұштарын алып тастаймыз. Бұл жерлер жеуге келмейді. Осылай барлығын кесіп шығамыз. Барлығын кесіп алып тастадық. Енді біз соусымызды дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға томат пастасын саламыз. Одан соң майонезімізді қосамыз. Тұзымызды саламыз. Бұрыш қосамыз. Және де қызыл паприка қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған соусымызға тауық қанаттарын салып маринадтаймыз. Пешімізді 190 градуста қыздырып қоямыз. Өйткені тауығымызды қатты қызып тұрған пешке салуымыз керек. Салқын пеште салатын болсаңыздар, сырты қызармай, қатырламай қалады. Қызып тұрған пеште қызарғанша 30 минуттай пісіреміз. Соңында ағаш таяқшамен тексеріп алуға болады. Яғни қаны шықпауы керек. Әркімде пеш әрқалай пісіреді. Ең бастысы қызарып пісу керек. Мінекей біздің тауық қанаттары дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Кеңес беремін. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Тауық қанаттары өте дәмді, жұмсақ болып пісті. Арасы да толықтай пісті. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Рецепт ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.